Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар су, тұз және ұн керек болады. Суымызға тұзымызды араластырып, ұнымызға бір жұмыртқаны саламыз. Кішкене дрожж саламыз. Қамырымыздың әбден илемі қанғанша қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Мөлшерлерін описанияға қалдырып кетемін, сол жерден қарай аласыздар. Қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Бөліктерге бөліп болған соң, оны 10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз жұқа болып кетпеу керек, соған мән беріңіздер. Енді майымызды бір тексетіп жағып аламыз. Қамырымызды орап аламыз. Барлық қамырларымыз дайын болды. Енді оларды бөлшектерге бөліп, пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Өзімізге қажеттісін алып, пісіріп аламыз. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.